Және де өзім туралы кішкене мәлімет, мен бос уақытымда қосық жазуға қызығамын. Осы күнге дейін бір қосығымды эстрадалық жөнелтсе шығарғамын, яғни өзіміздің Шымбай райондағы Шымбай жастар тобары бар, соларға Шымбай қаласы деп қосық жазып бергенмін, һәм оны эстрада жөнелтсе шығарғанбыз. Және де хоббиларым, яғни қызығушылықтарым сурет салу, һәм де тағы басқа ұлыма өнерге барып тақалады. Шыдай жақсы. Енді қазір қызығушылықтар хақында және де сұрап өтемен, себебі бір сұрауменен байланысты болады да. Келің онда міне бүгін мейманымыз Фируза Жұмабаева менен азлыке мағлұматқа ие болдыңыз. Журналистика бағдарында бірінші курс талабасы. Қамырымызды илеп бастаймыз ба онда? Әлбетте, илеп басылаймыз. Міне, суымызды даярлап алдық, енді қамырымызды илеп басылаймыз. Мархамат. Қамырды илеу үшін әлбетте асқана қолқабынан пайдаланады меймандарымыз. Әлбетте, мархамат. Енді Фируза, сіз жәмиеттілік белсенді, сол Шымбай жастары Шымбай хақында қосық жаздыңыз қой, Әлбетте. Соны, мәселен, сол топардың жетекшісі бар, біздердің Түйана Ережеп, яғни солардың продюсері. Продюсері. Сол бірінші соған көрсеттіңіз бе, яки сол балалардың ата-аналарына ма? Шымбай жастар жақсы шықты бірақ негізі. Ташкентке де барып қайтты. Басында мені Инстаграм арқылы көрген. Мен өзім Қарақалпақстан телеканалында бір рет мейман болдым. Қарақалпақстан Республикасы басқышынан бір таңдаудан орын алып, Ташкентке жолдама алған уақытында мейманға шақырды. Сол кезде өзімнің жазған қосығымды оқып айтып шыққанмын. Сол уақытта оны Инстаграм тармағына қойғанмын. Сол кезде оны көріп, сол қосықты шығарамыз деп бізге байланысты. Һәм мен оған яқшы дедім, себебі мен өзім қатты қуандым, өзімнің қосығымды эстрада жөнелісінде айту ол басқаша. Енді ол қосықты таярланаман дегенге дейін ұлыма сол басқышларда мен ол қосықты шығуын күттім, қайтып шығады деп ойладым. Кейін шыққаннан кейін қатты қуандым. Өзім шыққаннан кейін мақтан жеттім, ата-анам да қуанды. Жүдә зор болды. Һәм қазір YouTube тармағында жүдә жақсы көрушіге ие болды. Пікірлер де жақсы. Жүдә жақсы. Мәселен, сыртта жүрген, Шымбайлық, мәселен, көшіп кеткен, яки ауылды сағынып жүрген адамдар қарайды, олар пікір жазады. Пікірлерін бәрін оқисыз ғой? Әлбетте, пікірлері жүдә зор болды. Әсіресе не десем болады? Тек біздердің Қарақалпақ емес, шетелдің адамлары да көреді һәм оны шығарды. Және не десек болады? Ең бірінші Қарақалпақпан деген қосығы YouTube'да 5 миллион 700 көрушіге ие болды. Жүдә жақсы. Жүдә ажайып. Әлбетте, Шымбай топарына Аумет Ярболуына тілектесіз. Фируза.